Саламатсыз ба, қадірменді оңтүстік телеарнасының көрермені. Эфирде елдіктің жеті тұғыры бағдарламасы. Эфирде тізгіндеуші мен Фариза Құрманбек. Құрылтайда айтылған көптеген мәселелерге байланысты біз бүгін сұхбат жүргізетін боламыз. Арнайы маманмен біздің арна қосылып болсын. Бізде бүгін қонақта Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжі директорының ақпараттық технология жөніндегі орынбасары Кендірбаев Сейілхан Сайып-Назарұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн. Сізге де өзіңіз білетіндей құрылтайда айтылған көптеген мәселелер бар. Соның ішіндегі ең бір атап өтетін дүниесі ол биылғы жылды мен жұмысшы мамандық жылы деп атаймын деді. Дегенмен де осы құрылтайда айтылған мәселелерге бір шолу жасап өтейікші. Дұрыс айтасыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев құрылтайда елдің болашағына бағыт беретін кәсіби стратегиялық бастамаларды жариялады. Оның ішінде менің көзқарасым бойынша оның ең бастысы білім мен еңбек құндылығын қайта дәріптеу, елдің дамуының тетігі адам капиталы деп тану, сол ең бастысы деп ойлаймын. Сондай-ақ президенттің еңбектің қадірін білетін, кәсібін сүйетін ұлт қана өркендей алады деген сөзі, ол біздерге, педагогтерге үлкен жауапкершілік жүктейді. Қазіргі таңда тек білім алып қана қою ол жеткіліксіз. Біліммен бірге тәжірибені ұштастыра білу керек. Біз енді өз құзыретіміз шеңберінде білім алушыларды тек мамандыққа ғана емес, сонымен қатар дұрыс көзқарасын қалыптастырып, кәсіби маман болуына жағдай жасап, және жауапкершілікті арттыруға бар күшімізді салып келеміз. Жоғарыда айтып өттік қой, жұмысшы мамандықтар жылы деп атаймыз деп. Жалпы жұмысшы мамандығына қандай мамандар кіреді? Өте өзекті. Жұмысшы мамандығы дегеніміз қоғамның тіршілігіне, экономиканың дамуына тікелей әсер ететін саланың мамандары. Оған біз құрылысшылар бар, дизайнерлер бар, дәнекерлеушілер бар, электриктер бар, тігінші, аспаз деген сияқты, IT маманы сияқты мамандарды жатқыза аламыз. Осы жерде бір айта кететін бір жағдай бар енді. Біздің санамызға сіңіп, жадымызға жатталып қалған жұмысшы мамандығы, еңбек адамы десе, қара жұмысқа жегілген. Көше сыпыратын, не болмаса аяқ киім тігетін деген сияқты. Сондай мамандықтар көзімізге елестейді. Бүгінгі таңда бұл кәсіп иелері тек физикалық еңбек атқарумен ғана емес, олар жаңа технологияларды игерген, цифрлық құрылғылармен жұмыс жасайтын интеллектуалды мамандар деп айтуымызға болады. Қазір енді өзінің әр сала бойынша өзінің бағдарламаларын пайдалана алатын, қолдана алатын. Бұлай айтқанда қазіргі тілмен смарт мамандар деп айтуға болады. Әлгінде өзіңіз айтып отырдыңыз ғой, мен де ойыма келіп отырады ол сауал. Біздің қазақ енді жұмысшы мамандық жылы десе, не болмаса көше сыпыру, не болмаса етік тігінші деген сияқты бір солай ғана елестетеді. Ал енді жалпы қазақ баласын осы жұмысшы мамандықтарына бере ма? Енді сіз қызмет ететін колледжде әрине бұл мамандықтар бар, бірақ дегенмен де келетін баланың қарасы қаншалықты мамандық таңдауда? Жақсы, бұл енді қазіргі алдағы уақыттарда қазір оң көзқарас қалыптасқан. Бұрынғы уақыттарда тек жоғарғы білім алған адам ғана табыс таба алады деген сондай бір креатив, стереотип, сондай ой бар еді қалыптасқан. Қазір енді жағдай басқаша. Қазір кәсіптік техникалық білім
саласын аяқтаған түлектер де өз кәсібін дөңгелетіп, өздерінің жобалау компанияларын ашып, болмаса үлкен IT компанияларда, құрылыс компанияларда инженер болып жұмыс жасап келе жатқан мамандар бар. Енді жаңа кәсіптік техникалық дегенде өзіңіз білесіз ғой, тағы да бір қалыптасқан стереотип бар ғой бізде. Тағы да одан кейін жоғарғы оқу орнын оқу қажет деген. Осы колледжден кейін. Бірақ бұл колледжіңізде қазір 3 жыл 6 ай оқытылады, солай ма? 3 жыл 6 ай бұрынғы стандарт бойынша еді, қазір 2 жыл 10 ай. 2 жыл 10 ай оқиды. Демек, бала уақытын жоғалтпайды. 9-шы сыныпты бітіріп келген бала. Енді президентіміздің өзі бұл кәсіптік және техникалық білім беру саласында жаңғыртуға, жұмысшы мамандарын қоғамдағы беделін арттыруға арналған маңызды шешім деген мәселе айтты. Енді дәл осы сіз қызмет ететін білім ортасында қандай мамандықтар оқытылады, осыған тоқталайық? Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжі бұл Шымкент қаласында қала берді, республикада ілгері оқу орындарының бірі деп мен сенімді түрде айта аламын, және оны мақтаныш тұтам. 56 жылдан астам тарихы бар оқу орнында бүгінде 13 мамандық бойынша мамандар даярлайды. Атап айтқанда, ішінде IT саласы бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелер техника, құрылыс сәулет саласы бойынша техник құрылысшы, архитектор жобалаушы, техник дизайнер, энергетика инженерия саласы бойынша техник электрик, техник механик, гидротехник деген мамандықтар бар. Сонымен қатар гуманитарлық бағыттағы заңгер, экономист, бухгалтер мамандықтары бар. Енді олардың негізгі дені қазір техникалық мамандықтарда мемлекеттік тапсырыс негізінде білім алады. Жалпы білім алушыға не қажет? Ең бірінші жайлы орта, техникалық, материалдық техникалық база, содан кейін мықты педагогикалық құрам. Ол жағына келгенде бізде колледжде қазір білім алушыларға жалпы жақсы жағдайлар жасалған, қауіпсіздікпен барлық қамтамасыз етілген, материалдық техникалық базамыз дегенде біздің оқу дәрісханаларымыз, шеберханаларымыз, спорт залдарымыз барлығы да заманауи құрал жабдықтармен жабдықталған. Жатақханамыз бар, 100 мыңнан астам кітап қоры бар, кітапханамыз бар, оқу залымыз бар. Жалпы материалдық база өте жақсы деп айта аламыз. Педагогикалық құрамда бір ғылым докторы бар бізде, 4 ғылым кандидаты бар, 4 Қазақстан Республикасы білім берусінің үздігі бар, 3 Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгінің иегерлері бар, 4 үздік педагогымыз бар бізде сондай. 63 магистріміз бар. Жалпы жоғары білікті педагогикалық құрам үлесі 63-64% құрайды. Ол енді білім беру саласына қойылатын біліктілік талаптарынан жоғары. Демек, олар жыл сайын біліктілігін арттыруға басқа қалаларға барып тұрады ғой, солай ма? Ондайлар бар, басқа қалаларда. Енді өзіңіз білесіз, жұмысшы мамандықтары меңгеру қажет деген бір ғана сөз, бұл үлкен қоғамға қозғау берді. Өйткені жұмысшы мамандыққа бұрын өзгеше қарайтын адамдар қазіргі таңда балаларын сол бағытқа бағыттап жатыр. Алдағы 10 жылдықта қандай мамандықтар сұранысқа ие болады деп ойлайсыз? Сұранысқа ие мамандықтар қазіргі... Енді білесіз ба, осыдан бір 10 жыл бұрын IT мамандығына ешқандай сұраныс жоқ еді. Не болмаса аз еді. Одан 15 жыл бұрын тіптен. Қазір енді IT мамандығына мысалы сұраныс өте көп болып жатыр. Сол секілді алдағы 10 жылдықта анализ жасайтын шығарсыздар. Қандай мамандықтар сұранысқа ие болады? Дұрыс айтасыз. Қазіргі сұранысқа ие мамандықтар дегенде қазір еліміздің еңбек нарығы қарқынды өзгеріп келе жатыр. Мынау жаңа технологиялардың енуі, цифрландыру дейміз, жасанды интеллекттің енуі жаңа буын мамандарына деген сұранысты арттырады. IT саласы ол енді түсінікті, IT оның ішінде бағдарламалау, кибер қауіпсіздік дейді, жүйелік әкімшілендіру деген сияқты
салалар, құрылыс саласы, дизайн саласы, мынау қызмет көрсету саласындағы тамақтандыру, аспаз ісі, тігін, электрик жеткізу, курьерлік деген сияқты. Солар сұранысқа ие. Енді мен өзімнің қызмет ететін Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжін айтып өтсем, біздегі қазір айтып өткенімдей IT саласы бар, құрылыс саласы бар, дизайн, архитектура саласы, олар тоқтамайтын сұранысқа өте ие мамандықтар, оларны айтпаса да түсінікті. Сонымен қатар мен бір айта кететін мамандық, су шаруашылығы мамандары бір кездері қажет болмай жабылып қалып, лицензия тоқтатылған. Қазіргі уақытта білікті мамандарға деген, сол бағыттағы білікті мамандарға деген сұраныс өте көп артты ол. Мынау соңғы елімізде болған соңғы су тасқындарының салдары бұл су шаруашылығындағы мамандардың тапшы екенін көрсетті. Мемлекет басшысы өз сөзінде айтты, біздің елімізде қазір гидротехникалық мамандар, ирригатор мамандар өте аз. Оларды оқыту керек, соларға жұмыс жасау керек деген нақты тапсырма қойды. Осыған байланысты Шымкент қаласындағы Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технология колледжі оңтүстік макро өңірдегі су шаруашылығы бойынша бас трек колледж болып бекітілді. Біз соған қажеттілікке байланысты 3 су шаруашылығының мамандықтарын қайта аштық. Тағы бір алдағы жоспарда енді біз бим технолог деген мамандықты ашуға қазір жұмыс жасап жатырмыз. Ол дегеніміз енді қарапайым тілмен, жалпақ тілмен айтқан кезде құрылысшы, архитектор, жобалаушы, сәулет өнері мамандықтарының игерген бір маман жұмыс жасайды болады. Енді ол былай айтқанда ақылды үйлермен жұмыс жасайтын мамандар болады. Құдай қаласа. Жоспарымыз. Дәл сол ақылды үйлерді меңгеретін мамандар осы колледжден оқып білім алып шығады. Әлгінде айтып отырсыз, студентке барлық жағдай жасалған, кітапхана, жатақхана деген сияқты. Шәкіртақы сіздерде қандай көлемді құрайды? Шәкіртақы оқу ағарту министрінің қаулысымен, президенттің бастамасымен қазіргі техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім алушыларына шәкіртақы 50%-дан өсті. Қазір қомақты шәкіртақы алады. Енді айтқанда қазір 49 мыңдай қарапайым жай стипендия енді. Ал үздік стипендия одан тағы да 25% оған тағы қосылады. Сонымен қатар колледж білім алушыларына әлеуметтік жағдайларына қарай жәрдемақы дейміз, ыстық тамаққа дейміз. Жалпы көп балалы отбасы, 60 мыңдай бір бала шәкіртақы алады қазір. Ал енді баланы оқыту бар. Көп университеттер әрине жұмыспен қамтамасыз етуге жағдай жасап жатады. Осы мәселе қаралған ба сіздерде? Енді бұрынғыдай направлениемен жіберетін ондай мүмкіндік жоқ, ондай жолдамамен жіберетін мүмкіндік жоқ. Бірақ біз өз құзыретіміз шеңберінде бітіруші түлектермен мынау арнайы мамандар шақырып, мынау бос орындар жәрмеңкесіне қатыстырып, немесе жоғарғы оқу орнына түсуге арналған ұлттық біліктілік тесттерін бойынша жақсы түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, солармен жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда жалпы жұмыспен қамтылу біздің колледжде 83-84%-ды құрайды. Енді өзіңіз білесіз, президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қосшы қаласындағы халықаралық деңгейде колледж ашу керек деген мәселе айтты. Енді ол өзге қалада. Ал біздің өңірге қатысты сұрағым келіп отыр. Біздің өңірде 3-ші мегаполис, үлкен қалалардың біріне енген. Ал біздің осы қалаға қандай оқу орны сұранып тұр деп ойлайсыз, маман ретінде? Біздің мегаполис Шымкент қаласы қазір қарқынды дамып келе жатқан өңір. Енді уақыт талабына сәйкес менің ойым бір халықаралық
IT және инженерия колледжі ашылса ма деген ойым бар менің. Дұрыс болар еді деген ұсыныс. Олар ашылса енді жасанды интеллект, робототехника, киберқауіпсіздік, мынау жаңағы ақылды үй жүйелері, жасыл энергетика дегендердің барлығы сол жерде оқытылатын еді. Олар оқытылып жатса, ол енді елдің дамуына серпін береді әрине. Сондай-ақ IT, AI зертханалары, 3D модельдеу жаңағы студиялары, құрылыс саласындағы шеберханалар салынып, солай жұмыс жасалынатын еді деген ойым бар. Ойыңыз өте біздің қоғамның дамуына үлес қосатынына сенімдіміз, өйткені әрине әрбір маман, әрбір жаңа Қазақстанды құрағысы келген адам өзінің идеясымен үнемі бөлісіп отыру қажет. Сондықтан да біз сізден осы пікіріңізді сұрап отырмыз. Енді өзіңіз білесіз, жасанды интеллект мәселесі қазір алға қойылды. Қарыштап күн санап дамып келе жатыр. Осы жасанды интеллект цифрландыру дәуірінде жұмысшы мамандықтардың рөлі қандай болады деп ойлайсыз? Жасанды интеллект бұл технологиялық серпілістің символы ғой, енді бұл былай айтқанда. Алайда жасанды интеллект көп ұғым қазіргі уақытта біраз мамандардың орнын алмастырады деген. Олар жұмыссыз қалып кетпей ма деген мәселе туындайды ғой. Енді кейбір мамандықтар, ол қажет болмауы мүмкін. Өйткені жасанды интеллекттің көмегімен қазір көп нәрселер орындалып жатады. Мысалға, бұрынғы бір кассир деген мамандық болушы еді. Кассир қазір банкке барып, кассада тұрып деген ондай нәрселердің барлығы онлайн автоматтандырылған, жүйеге қойылған онлайн түрде жұмыс жасай бере аламыз. Менің ойым, жалпы мықты мамандарды бәрібір жасанды интеллект алмастыра алмайды. Енді әрине өзімізді жасанды интеллектті де игеретін мамандар қажет шығар? Оны да игеретін, оның барлығын жасап отқан адамдар кәдімгі. Бірақ мынау жасанды интеллектті игеріп, жаңа технологияларды үйреніп, цифрлық құралдарды пайдаланып, әр маман өз кәсібінде дұрыс пайдалану керек, соны үйрену керек қазір. Ол енді уақыттың сұранысы болып тұр. Уақыттың сұранысы солай болып тұр. Енді бұрынғы Ахмет Байтұрсыновтың бір жақсы сөзі бар еді: оқу үшін білім керек, бай болу үшін кәсіп керек, мықты болу үшін бірлік керек деген. Осы керектердің жолында жұмыс жасау керек деген. Бұл қазіргі таңда да өзекті мәселе деп айтайын. Осы заман талабына, сұранысына сай барлығы да жаңа технологияға игеру керек, жасанды интеллектті игеріп, өз кәсібіне пайдалану керек. Өзіңіз білесіз, енді жұмысшы мамандықтардың биыл жұмысшы мамандарын жоғары көтеру, мәртебесін көтеру, оны насихаттау үлкен бір жоғары дәрежеде ғой. Дегенмен де жұмысшы мамандықтар арасында үлкен көлемде қандай да бір бәсекелер, бәйгелер, жарыстар деген сияқты дүниелер болып тұра ма? Көзіңіз шала ма, қатысасыз ба? Жұмысшы мамандықтар жылы, жалпы жұмысшы мамандықтар арасындағы конкурстар, чемпионаттар, кәсіби шеберліктер өте көп өтіп жатады. Көп өтеді. Солардың енді бірі де бірегейіме қазір тоқталып кетейін. World Skills деген кәсіби шеберлік чемпионаты бар. Ол халықаралық дәрежеде мойындалған, халықаралық дәрежеде өтетін чемпионат. Ол енді былай айтқанда жұмысшы мамандықтарын дәріптеуге, еңбек адамдарын насихаттауға арналған. Ол чемпионатты жұмысшы мамандықтарының мерекесі деп те айтсақ болады. Ол енді сатылап деңгей-деңгеймен өтеді, колледж ішілік болады, одан кейін қалалық, облыстық, республикалық, және бір жылы дүниежүзілік, бір жылы Европалық одақтардың арасында деген сияқты өтіп жатады. Осы 2025 жылдың өзінде World Skills Шымкент кәсіби шеберлік чемпионаты өтті. Ол қаламыздың базалық 11 колледж базасында өтті. Жалпы саны 40 құзыреттілік бойынша 240-қа жуық білім алушымыз қатысты. Ол жердің барлығы өздерінің
кәсіби шеберліктерін арттырып, бір-біріне достығын арттырып, таныстығын арттырып, ары қарай өзінің бағалау жүйесі бар. Бізде CIS дейміз, CIS бағалау жүйесімен бағаланады, сөйтіп жеңімпаздар анықталады. Одан шыққан жеңімпаздар республикалық деңгейдегі чемпионатқа барады. Құдай қаласа, осы алдағы уақытта желтоқсан айында Астана қаласындағы республикалық WorldSkills Қазақстан чемпионатына біздің Шымкент қаласынан 34 біздің шәкірттеріміз, студенттеріміз өз бағын сынауға чемпионатқа қатысады. Бәрекелді, жұмысшы мамандықтарын насихаттауда, оларды қанаттандыруда көптеген еңбек етіп жатыр екенсіздер. Рахмет дейміз. Президентіміздің айтқан осы бір келелі мәселесін, алға қойған мақсаттарын ілгері жылжытуға көптен көп үлес қоса беріңіздер. Өзіңіздің аз ғана біздің көрермендерге айтарыңыз болса, мархабат. Мемлекет басшысының жариялаған мамандықтар жылы, ол бір жылдық іс-шара емес, ол елдің дамуына қойылған кәсіби стратегиялық бағдар деп түсінемін мен. Және сондай болған қалаймын. Өйткені еңбек адамы қашанда сұранысқа ие, ол қоғамның қозғаушы күші. Қазақта бір жақсы бір сөз бар, өзім жазып алып оқып жүретін сөзім бар еді бір қазақ. Еңбек еткеннің еңсесі биік, өнер үйренгеннің өресі кең деген. Еңбек адамды қашанда шыңдайды, еңбекті алда болу керек деген бұрынғыдан келе жатқан неміз бар, өзіміздің тілегіміз бар. Жалпы біздің мақсат айқын, адал еңбек, адал табыс, табысты еңбек, жарқын болашақ деген. Барша біздің білім алушыларымыз, түлектеріміз жақсы мамандық таңдап, елдің экономикасының дамуына өздерінің үлестерін қосса екен деген ойымыз бар. Рахмет дейміз сізге. Бізде бүгін қонақта болған Манап Өтепбаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжі директорының ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары Кендірбаев Сейілхан Сайыпназарұлы болды. Биылғы жұмысшы мамандықтарының мәртебесін көтеру мақсатында біз де сізге елге қызмет ете берейік. Аман болайық.